Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сұрыптау әдістері. Сұрыптау дегеніміз не? Ең алдымен анықтамасын біліп алайық. Сұрыптау массив элементтерін белгілі бір заңдылықпен орындарын ауыстырып реттеу процесі болып табылады. Мысалы, сандар массивін өсуі, кемуі бойынша сұрыптау, жолдар массивін алфавит бойынша сұрыптау. Сұрыптаудың негізгі мақсаты сұрыпталған жиыннан керек элементтерді іздеуді жеңілдету болып табылады. Сұрыптауды көбіне массивтерді және файлдарды сұрыптағанда көп қолданады. Бұл екеуін әдетте ішкі және сыртқы сұрыптаулар деп атайды. Массивтер ішкі жадында орналасатындықтан ішкі сұрыптау болады. Ішкі сұрыптау жадта жылдам орындалады. Ал файлдарды сұрыптау бұдан бәсеңдеу орындалады. Сұрыпталатын файлдар сыйымдылығы үлкендеу. Сыртқы жадтағы есте сақтау құрылғыларына сақталатындықтан оны сыртқы сұрыптау деп атаймыз. Программалау процесінде бір өлшемді массивтерді сұрыптаудың бірнеше жалпыға танымал алгоритмдері бар. Бұл сұрыптау алгоритмдері жұмыс жасау тиімділігіне қарай бөлінеді. Бірінші кестеге назар аударамыз. Бірінші кестеде сұрыптаудың алгоритмдері көрсетілген. Бұл жерде ең бірінші тұрған көпіршік арқылы сұрыптау. Әр екі жұп элементті салыстырып шығады. Мына жерде кодтар осы көпіршік арқылы сұрыптауға берілген мысалдар. n тең 100 элементі үшін тексеру саны 10.000 рет. Екінші, кірістіру арқылы сұрыптау массив элементтері реттелген және реттелмеген болып екіге бөлінеді. Реттелмеген бөлігіндегі элементті реттелген бөлігіне кірістіріп тексеру арқылы сұрыпталады. Бұл жердегі берілген код кірістіру арқылы сұрыптау мысалдары. Бұл жерде де тексеру саны 10.000 рет. Бізде үшінші түрі бұл таңдау арқылы сұрыптау. Массивтегі ең кіші және ең үлкен элементті тауып, оны сұрыпталмаған элементтердің бірінші тұрғанымен ауыстырады. Бұл жердегі кодтар таңдау арқылы сұрыптау алгоритміне берілген мысалдар. Мына жерде де 10.000 рет тексеру саны. Сұрыптаудың төртінші түрі жылдам сұрыптау. Массив элементтерінің арасынан тірек элемент таңдалады. Тірек элементтен кішілері сол жаққа, үлкендері оң жаққа реттеледі. Яғни өсу бойынша сұрыптау. Бұл жерде тексеру саны 700 рет. Python программалау тілінің сұрыптау функциялары. Оқушылар екінші кестеге назар аударамыз. Сұрыптау командалары арқылы сандарды ғана емес, сөздерді сұрыптауға болады. Сұрыптаудың екі түрі бар: өсу ретімен сұрыптау және кему ретімен сұрыптау. Бұл программалық коды. Бұл жердегі v тең sorted a массивін сұрыптап, v массивіне жүктейді. Екінші жолы a нүкте sort деп жасауға да болады. Бұл жерде a массивінің өзін ғана реттейді. Енді кему ретімен сұрыптайтын болсақ, дәл жаңағыдай бұл жерде reverse true дегенді қолданатын боламыз. a массивін сұрыптап, v массивіне жүктейді. Бұл жерде де дәл солай. Тек кему ретімен ғана сұрыптайды. Мына жерде де a нүкте sort reverse true. a массивінің өзінде реттейді. Енді мына жерде бірінші мысалға назар аударайық. Бірінші мысал. Бір өлшемді массив берілген. Осы массивте әртүрлі элементтердің санын экранға шығар. Мына берілген сандарды енгізген кезде бізде 4 шығу керек. Неліктен? 12 бірнеше рет кездессе, соның біреуін ғана аламыз. 5
бірнеше рет кездесіп тұр, сол 1,5-ті ғана аламыз. 7 де бірнеше рет кездеседі, 1 ғана 7-ні аламыз. 4 те дәл солай. Сонда мына берілген массивте әртүрлі элементтердің саны 4-ке тең болып тұр. Енді тексеріп көрейік. Төменгі жағында осы бірінші мысалдың коды берілген. Осы кодты өздеріңді жазып, тексеріп көрсеңдер болады. Енді біз осы жерден тексеріп көрейік. Онды береміз. Одан кейін 12, 5, 4, 7, 12, 5, 4, 7, 7, 7, 12. Мінекей, нәтиже 4-ке тең болды. Оқушылар, келесі практикалық жұмыс. Мына берілген мысалды қарастырып өтейік. Бір өлшемді жолдық массив берілген. Осы массивтің жолдық элементтері арасынан алфавиттік реті бойынша бірінші кездесетін жолды экранға шығар. Дәл осылай өздеріңде Python бағдарламалау тілін қолдана отырып, жазып, нәтижесін шығаруларыңа болады. Дәл осы жерден көшіріп алайық. Орындауға жібереміз. Мінекей, бізде қала деген нәтиже шықты. Яғни осы массивтің жолдық элементтері арасынан алфавиттік реті бойынша бірінші кездесетін жолды біз экранға шығарып отырмыз. Келесі тапсырма. Бір өлшемді массив берілген. Массивті кему ретімен шығар. Осы массивтегі ең кіші k элементтің қосындысын тап. Мысалда n 8-ге тең, k 3-ке тең. Осы берілген мысалды шығарып көрейік. Сендерге жеңіл жолын көрсетемін. Біздің кодымыз дайын болды, енді тексеріп көрейік. 8, 3 және астыңғы жағына осындай сандарды береміз. Мінекей, енді кітаптағы нәтижені қараймыз. Біздің өзіміздің шығарған нәтижені салыстырамыз. Кему ретімен сандар шықты және ең кіші k элементке дейінгі барлық сандардың қосындысы экранға шықты. Яғни 10, 12, 16-ның қосындысы. Мына жердегі 3, сол міне 3-ке дейін деген мағынаны береді. Оқушылар енді түсінікті болса, астыңғы мына тапсырмаларды орындауларыңа болады.